Алдымдан мына шетелдік футболгердің видеосы шығып, қатты аппетитім ашылып, испанский чизкейкті дайындап көрейін деп шештім. Менімен бірге үй жағдайында дайындап көріңіздер. Дайындалу жолы өте оңай. Миксер болмаған жағдайда лопатамен немесе жай ғана вилканың көмегімен де араластырсаңыздар болады. Ең алдымен табамызға творожный сыр және де қант салып миксерлеп аламыз. Содан соң 4 жұмыртқаны біртіндеп бір-бірден сала отырып миксерлейміз. Ең соңында сливки, он және де шым-шым тұзымызды салып, оны да жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Содан соң қалпымызға құйып, менде форманың диаметрі 22 см, 180 градуста беті қызарып піскенше пісіріп алатын боламыз. Кішкене күйіңкіреп піссе де өте әдемі болады. Бұл чизкейкті көбінесе фруктылармен немесе шоколадпен бірге ұсынады. Шоколадпен дәмі өте қайталанбас, әдемі, ерекше болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен дайындап көріңіздер. Рецепт ұнап жатса лайк басып қолдау білдіріп, парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ас болсын.